Сәлем достар, мен Жәнібек сияқты батыр емеспін, сондықтан мен аздап қағазға қараймын, рұқсат етсеңіздер. Мен Мақпал Жұмабай, өнер адамы және өнер саласының сарапшысы. Бүгін мен сіздерге өнер сарапшысы, өнер адамы ретінде емес, 9 жасар бала ретінде есіме алғым келіп тұр көп нәрсені. 9 жас, мен 95-ші жыл, мен жасым кішкентай емес, біраз жасқа келіп қалдым. Мен және мамам Алматының көшелерінде Әуезов атындағы театрға бара жатырмыз. Күңгірт көшелер, өздеріңіз білесіздер, 90-шы жылдар. Сөйтіп біз Әуезов атындағы театрда мәңгілік бала бейнені көреміз. Ал мәңгілік бала бейне ол полигон құрбандары туралы, мүгедектер туралы, атомдық қарудың адамзатқа қандай залал келтіргені туралы жаныңды тебірентетін шығарма. 9 жасар бала үшін бұл өте ауыр шығарма болғанын айтқым келеді, бірақ мен сол күннен бастап өзгердім. Сол күннен бастап мен өнердің қаншалықты адамға әсер ете алатындығын түсіндім. Сол күні мен басты кейіпкермен бірге жылап, басты кейіпкермен бірге толғанып, енді менің өмірім бұрынғыдай болмайтынын түсіндім. 9 жастағы бала үшін әрине бұл үлкен стресс, травма, дегенмен де өнердің адамға тек қана сезім емес, үлкен ой сыйлай алатынын түсіндім, және мен өнер адамы болам деп шешім қабылдадым. Бұл уақыт ешкіммен шаруасы жоқ заман еді. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары хаос деп айтсақ болады. Осы жерде балалық шағы 90-шы жылдың басына келетін адамдар бар ма? Қол көтерсінші? Сіздер оны білесіздер қандай қиын болғанын. Сондай хаоста мен оны қазір түсінемін. Менің анам бізді сақтаудың жалғыз жолы өнер деп ойлады. Өнер арқылы сол хаостан аман шығудың жолын іздеді. Сондықтан бізді күн сайын, сәт сайын театрға, концерттерге апарып жүрді. Жан-жақтың бәрі көңілсіз болса да, біз сол көңілсіздіктің ішінен жарықты табуға ұмтылдық. Мен оны қазір осы жасыма келгенде түсініп отырмын. Біздің үйде қызыл-жасыл жиһаздар, керемет дизайн бөлмелері, немесе өмірімізде қымбат көліктер болған жоқ. Біздің үйде тек қана кітаптар болды. Яғни кітаптар, өнер, біз сол арқылы өзімізді табуға тырыстық. Сол жолдың барлығы мені өнерге әкелді. Мен жаңа айттым ғой, 9 жасымда өнер адамы болам, әлемді өзгертем деп шештім. Сондықтан барлық қабілетіммен, барлық ұмтылысыммен өнер адамы болуға тырыстым, және менің сол ізденісімнен үлкен нәтижелер шықты. Мен газетте жұмыс істедім, телевизияда жұмыс істедім, Қазақстанның ең алғашқы цифрлы кітапханасы Кітап.kz платформасын жасадым. Телеарналарда жұмыс істедім. Тек қана телеарналарда жұмыс істеп қойған жоқпын, мен балаларға арналған Балапан телеарнасының директоры болдым. Қазақстандағы ең ірі телерадиокорпорация Қазақстанның басқарма төрайымының орынбасары болдым. Кез келген адам армандайтын карьера, былайша айтсам. Бірақ менің жүрегім әлі де бір нәрсені іздеп жүргенін, әлі де өзінің іздеп жүрген нәрсесін таба алмағанын түсіндім. Ол не деп ойлайсыздар? Ішінде бір үн шығады. Білесіздер ғой, Голливуд фильмдерінде, Голливуд кейіпкерлерінде кейіпкерлер әрқашан бір нәрсені іздеп жүреді. Бір үнді естиді. Мен де сондай үнді естимін. Оның не екенін түсінгім келеді, қарағым келеді. Сөйтіп жүрген күндердің бірінде маған сол 9 жастағы кішкентай ғана Мақпалдың сезімі есіме түсті. Сол кезде мен қандай қорытындыға келген едім? Ол өнер, ауа, су, ас сияқты біздің бірінші қажеттілігіміз. Бірақ біз оны ұмытып қалдық. Қазір кімнің бойында өнер болса, кімнің бойында өнерге деген бір жарқын көзқарас болса, сол бақыттырақ. Кім бұл жерде өнерді жақсы көреді? Барлық адам жақсы көреді. Бірақ неге елдің бәрі өнермен айналыспайды? Неге елдің барлығы өнер адамы емес? Қалай ойлайсыздар? Мен сол сұраққа жауап беріп көрейін. Сөйтсем, өнер деген бәрімізге қол жетімді емес екен. Ол өзін іздеген адамға ғана көрінеді, өзін
таныған адамға ғана көрінеді. Бір замандарда, бір ғасыр бұрын өнер біздің қасымызда болды. Яғни сіз атқа отырып шапсаңыз, ол көкпар деген өнерге айналды. Егер сіз сөз қағыстырып біреумен әңгімелессеңіз, ол айтысқа айналып жатты. Егер сіз үй салсаңыз, ол киіз үй деген үлкен өнерге алып келді. Ал ас пісірсеңіз, ол ұлттық тағам деген ұшы-қиыры жоқ өнерге алып келді. Яғни біз күн сайын, сәт сайын өнермен бетпе-бет келдік. Өнер біздің өміріміз болды. Бірақ уақыттар өткен соң біз оны ұмытып қалдық. Яғни біздің күн сайынғы өміріміз өнерге айналған, ал өнеріміз өмірге айналған дүниені біз ұмытып қалдық. Қалай ұмытып қалдық деп ойлайсыздар? Менің мынандай жауабым бар. Қоғамдық формациялардың ауысуы, коммуникация құралдарының өзгеруі, технологиялардың дамуы, жалпы адамзаттың эволюциясы бізді өнерден ажыратып екіге бөлді. Өнер бір жақта қалды, өмір бір жақта қалды. Біз күн сайын, сәт сайын қолданған өнерді ұмытып, оны көзге көрінбейтін, адамдар ойлап тапқан, тек қиялдан жасалынатын бір құбылыс деп қарайтын болдық. Өздеріңіз көріп жүрген боларсыздар, өнер адамдарын көпшілік қиял деп атайды. Қиялы дейді. Өнермен егер араларыңызда қай-қайсыңыздың өнерге деген қабілетіңіз болса, сізді де аздап кішкене қиялдығы бар деп айтады. Яғни біз өзіміздің болмысымызды ұмытып қалдық. Адам өнермен біте қайнасқан кезде ғана өзінің болмысын таба алады. Оны шынайы бақытқа жетелейтін өнер екенін біз шын айту керек. Мүлдем ұмытып қалдық. Бірақ қазір білесіздер, тынышсыз заман, жан-жақтың бәрі соғыс. Мен осының барлығы адам өзінің болмысынан, өнерінен ажырағандықтан деп ойлаймын. Сондықтан да бүткіл адамзат үшін тыныштықтан артық құндылық жоқ. Барлық адам үшін жан тыныштығынан артық құндылық жоқ. Бірақ біз қазір өнерден ажырап бара жатырмыз. Бірақ біз өнерден не үшін ажырап бара жатырмыз деген қарапайым ғана сұрақ қойғым келеді. Өйткені өнер әркімге қолжетімді емес. Өнер инклюзивті емес. Біз сөзімнің басындағы өнердің қолжетімді болуы деген ойға мен қайтып айналып келе жатырмын. Қазір сол ойымды сіздерге тереңірек айтуға тырысамын. Ал біздің қоғамда өнер қаншалықты қолжетімді? Мысалы, ойланып қарайық. Ақтөбенің Ойыл деген ауылында Айбек деген бала тұрады. Семейдің Абыралы деген жерінде Әнел деген қыз тұрады. Олар өнер ордаларына қолжетімді ме? Дәл сол Айбек пен Әнел өмірінде театрды көрді ме? Өнерінде концерт залдарын көрді ме? Ол өмірінде сол жасында музейлерге барып көрді ме? Операны көрді ме? Балетті көрді ме? Қарапайым ғана кинотеатрға барып көрді ме? Дәл осындай базалық өнердегі қажеттілікке жету үшін ол кем дегенде 18-20 жасқа келу керек. Яғни Қазақстанда өнер өте қолжетімсіз. Тіпті қалада тұратын жастардың өзі күн сайын өнер ордаларына бара ма? Кем дегенде аптасына бір рет өнермен бетпе-бет келетін адам қолын көтерсінші? Ешкім қолын көтерген жоқ. Яғни қаладағы өнер ордаларының өзі адамдарға қазір қолжетімсіз. Енді мен осыдан тұжырым жасағым келіп тұр. Ол бірінші, Қазақстанда өнер инфраструктурасы дамымаған. Яғни кинотеатрлар, өнер ордалары, концерт залдары, галереялар, музейлер, көп өнерге қатысты құндылықтар ауылдарда жоқ. Қалаларда жоқ. Облыс орталықтарында аз. Ал үйіңіздің қасында тұрған өнер ордасына сіздер бармайсыздар. Яғни біз дәл қазіргі кезде өнерден әбден алыстадық. Яғни өз-өзімізден алыстадық. Өзімізді аздап жоғалттық. Соны мойындау керек. Және менің анам сияқты зерделі, ұстанымы зор адамдар сәл азайды. Біздің ата-ана ретіндегі ең басты міндетіміз ол балаларымызды өнерге жақындату. Енді мен бұндай сұмдыққа қарап тұра алмадым. Өнер адамы ретінде, өнер сарапшысы ретінде менің бұндай нәтиже көңілімнен шықпайды. Сондықтан не істей аламын? Сөйтіп мен жанымда өзімнің туған әпкем Тоғжан бар.
ойланып өнерді қолжетімді қыламыз деп шештік. Өзіміздің қолымыздан не келеді, соны жасаймыз деп шештік. Сонымен 2019 жылы Қазақстандағы бірінші қазақ тіліндегі өнер кеңістіктерін аша бастадық. Дәл қазіргі кезде біздің кеңістік Қазақстанның 4 қаласында бар: Астана, Алматы, Түркістан, Орал. Мен кеше ғана Орал қаласында Қазақстандағы ең ірі халықаралық деңгейдегі креативті хабты ашып, ұшақтан түсіп, осы жерге сіздерге келіп отырмын. Яғни біз әпкем екеуміз Алматыдағы жертөледен 200 квадрат метр ғимаратты алдық та өнер кеңістігін жасауға кірістік. Біздің армандарымызды орындау үшін, өнерді қолжетімді ету үшін бізге 200 шаршы метр жеткілікті деп ойладық. Бірақ қазіргі кезде біздің кеңістіктердің көлемі 5000 шаршы метрге дейін жетеді. Біз өзіміздің кеңістіктерімізді өзгеріс деп атадық. Оның сөзін ойнатып, өзге епіктеп жастарға лайықтадық. Біздің ең басты құндылығымыз өнердің иммерсивтілігі, яғни қолжетімді болуы болды. Өздеріңіз білесіздер, сіздің үйіңіздің жанында галерея орналасқан, кинотеатр орналасқан, музыкалық зал келесі көшеде орналасқан, музей одан арғы көшеде орналасқан. Мен ойладым, біз бұның бәрін бір жерге жинауымыз керек. Егер біз бұның бәрін бір жерге жинай алсақ, біз жастарға қолжетімді боламыз деп. Сондықтан біздің кеңістіктерімізде өнер бағытындағы 20-дан астам бағыттар бір жерге шоғырланған. Сондықтан да өнердің осындай қолжетімділігі, иммерсивтілігі Қазақстан өнерін жасаудағы басты құндылықтардың бірі болса екен деп ойлаймыз. Енді мен сіздерге тағы да бір сұрақ қойғым келеді. Өнер бізге не береді? Өнердің берері қандай? Іштей ойланайықшы. Мен көп ойланып, осы жасқа дейінгі барлық тәжірибемді қорытып, 3 тұжырымға келдім. Өнер біріншіден бізге теңдік береді. Өнердің алдында отырғанда барлық адамдар тең. Абсолютті теңдік тек қана өнермен бетпе-бет келгенде ғана болады. Сіз өнер туындысын көргенде ешкім саған, сен бұл шығарманы көргеннен кейін былай ойлауың керек, былай ойлауың керек деп сізге ақыл қоса алмайды. Сіз өнермен бетпе-бет келесіз. Өнердің ішіндегі кейіпкердің орнына өзіңізді қойып, өзіңіз жете алмаған армандардың бәрін сол өнер арқылы соның дәмін көруге мүмкіншілік аласыз. Яғни өнер бізге теңдік береді. Өнердің алдында хан да, қара да, бай да, кедей де барлығы бірдей. Өздеріңіз білесіздер, ешкім танымайтын жазушы ертең таңертең әлемге танымал супер жұлдыз болып ояна алады. Ешкім білмейтін актер бір премьерадан кейін әлемге танымал дүниедегі ең ғұлама болып оянады. Бүткіл өмірін лабораторияда өткізген ғалым бір жаңалықтан кейін дүниені өзгерте алады. Яғни өнер ғана бізге абсолютті теңдік береді. Екінші, адалдық. Адалдық. Өнермен айналысқанда ғана адам өзінің кім екенін түсініп, өз-өзімен адал болады. Өзіңіз үстелдің бетіне жазу дәптерін қойып, бір нәрсені жаза бастасаңыз, сіз ешқашан өтірік алдай алмайсыз өзіңізге. Сіздің жүрегіңізден шыққан сөз тек қана адалдық болады. Өнер бізді адал болуға үйретеді. Өмірде сіз өзіңізді алдауыңыз мүмкін, достарыңызды алдауыңыз мүмкін, жалпы системаны алдап кетуіңіз мүмкін. Бірақ сіз өнермен бетпе-бет келген кезде өзіңізді ешқашан алдай алмайсыз. Сондықтан сіздерді өнермен айналысуға шақырамын. Үшінші құндылық ол шындық. Өнер идеалды емес. Ол жерде көз жасы да болады, ол жерде қуаныш та болады, ол жерде мұң да болады. Ол ешқашан happy end емес. Ол жерде барлығы болады. Өмірдегідей. Яғни өнер бізге өзімізді қабылдауға мүмкіншілік береді. Өзіміздің идеалды емес екенімізді мойындауға мүмкіншілік беретін жалғыз жер ол өнер. Яғни шындық. Бізге өнер шындықты береді. Өзіңе деген махаббат, өзіңе деген сезімдер ол кемшіліксіз болмайды. Адам кемшіліксіз болмайды. Бізге әкеміз, шешеміз, достарымыз біздің қандай күшті екенімізді, қандай мықты екенімізді, қиындықты жеңу керек екенімізді, артықшылықтарымызды айтуы мүмкін. Бірақ сіз
өнермен бетпе-бет келгенде ғана кім екеніңізді, қандай екеніңізді түсінесіз. Сіздің кім екеніңізді театрдағы бір қойылым түсіндіріп беруі мүмкін. Бәлкім сіздердің өмірлеріңізде де сондай маңызды сәттер болған шығар. Енді қайтадан сол бала мақпалға оралайық. 9 жастағы. Сонымен мәңгілік бала бейне менің өмірімді өзгертті. Сіздің де балаларыңызды, сіздердің де өміріңізді өзгерткен сондай сәттер сіздің де өміріңізде бар шығар. Ақырын 5 секунд ойлансаңыз, сіз міндетті түрде сол эпизодты тауып аласыз. Менің сіздерге айтқым келіп тұрғаны, сіздердің бойыңызда да өнер бар. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, сіздердің біреулеріңіз есікті жауып алып, ән айтқан жақсы көресіз. Немесе душта жуынып тұрғанда бар даусыңызбен үйде ешкім жоқта ән саласыз. Немесе ешкім көріп қоймасын деп бүткіл есікті пердені жауып билейсіз. Бір кезде сіз мектепте гимнастикамен айналысқансыз. Енді біреуіңіз сурет салумен айналысқансыз, бірақ математик болып кеттіңіз. Ал біреуіңіз күнделік жазатын едіңіз, бірақ сіз экономист болып кеттіңіз. Өнер бізбен бірге жаратылған. Өнер бізбен бірге туған. Сондықтан да бойыңыздағы өнерді тауып, одан бас тартпауға шақырамын. Сонда ғана сіз өмір бойы іздеген бақытқа сол өнер арқылы жетесіз. Мүмкін сіздің кей кездегі көңілсіздіктеріңіз, сәтсіздіктеріңіз, мүмкін тырнақшадағы бақытсыздықтарыңыз сол өнерден бас тартқандықтан болар. Мен дәл осы залда отырған кейбір адамдардың футболист болғысы келгенін білемін. Кейбіреулердің жарық жұлдыз болып театрда ойнағысы келгенін білемін. Бірақ кім айтты сізге? Сіз кәсіби өнер адамы болу керек деп. Сіз өзіңіздің кәсібіңізбен қатар өнерді күн сайын бірге алып жүре аласыз. Біздің қоғамның үлкен кемшілігі, сіз өнерді таңдап, сол өнерді кәсіби түрде алып жүру керек деген шарт талап қояды. Ал ол талапқа бағыну қажет емес. Өнер ешқандай ережеге, ешқандай талапқа бағынбайды. Сондықтан бүгіннен бастап, дәл қазір осы іс-шара біткеннен кейін, сіз қандай армандарыңыз болып еді? Қандай өнермен айналысқыңыз келіп еді? Мүмкін сіз әлемдегі танымал бестселлер жазғыңыз келген шығар. Мүмкін сіз Джон Роллингтен де мықты жазушы шығарсыз. Мүмкін сіз Адельден де жақсы ән айтатын шығарсыз, бірақ оны ешкім естімей жүрген шығар. Сондықтан да бойыңыздағы өнер адамын өшіріп алмай, бүгіннен бастап қайтадан шығарамыз. Өнер ғана сізді нағыз бақытқа жеткізеді. Өнерді қолжетімді ету сіз бен біздің қолымызда. Біз үлкен қалада тұрамыз. Біздің үйіміздің қасында бүткіл өнер инфраструктурасы бар. Сол сәтте сіз үлкен ауылда, Абыралыда, кинотеатрда әлі көрмеген бір қыз бар екенін ойлаңыз. Сол кинотеатрға кірмес бұрын, үйіңіздің қасындағы балаңызды үлкен галереяға апармас бұрын, 20-25 жасқа дейін галереяға кірмей өмір сүретін достарыңыз бар екенін ойлаңыз. Сондықтан да мен сіздерді өнерді қолжетімді етуге шақырамын. Қолымызда бар дүниені бағалайық. Рахмет сіздерге.